Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар және көрермендер. Біздің бүгінгі сабағымыз бүтін сан деген тақырыпқа арнағым келіп отыр. Жалпы мен сандар туралы бірінші сабағымда айтқан болатынмын. Бірақ ол кезде тек жұп тақ, жай сан, құрама сан тек қана шамалы ғана мәлімет берген болатынмын. Енді сандар туралы барынша көп мағлұмат бергім келіп отыр. Осы тақырыпты бастамастан бұрын сабақтастыру мақсатында мен дінмен, яғни ислам дінімен байланыстырғанды жөн көріп отырмын. Оны да білген артық болмас деп ойлаймын. Мысалға, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистерінен тыңдаған болсақ, олай дейді, мысалы біздің қазір отырып жатқан жер планетасы, ол бірінші аспанда құттай бір мысалға шөл даланы елестетіңізші, сахараны, үлкен бір сахараны елестетіңіз, сода бір сақина жатыр, қолға тағатын кәдімгі сақина бар ғой, сақинаны тастай салсақ, үлкен сахараның ішінде көрінбей қалады, дұрыс па? Сол сияқты да жер планетасы мына бірінші аспанда, мысалы, дәл солай орналасқан дейді. Сосын, мысалы, суретін салып отырайық, түсініп бару үшін, мысалы, кішкентай сақина болса, соның үлкен, мысалы, бір шөл дала сахарада міне, осындай сақ, тіпті көрінбеуде мүмкін ол. Бүйтіп міне, мысалы, жер планетасы міне, соның сыртын қоршап отқан үлкен бір сахара сияқты, міне бірінші аспанда бұл. Мысалы, хадис шәріптер айтады ғой, жеті аспанымыз бар деп, осының жеті аспан сыртын Аллахтың аршысы қоршап жатыр, оның аршыны күрсиі қоршап жатыр деп сөйтіп айтады ғой. Міне, сонда бүкіл әлемнің жаратылуын айтып отырмын да. Мысалы, осының жер болса, оны бірінші аспан осылай қоршап жатса, екінші аспан оны жаңа жер планетасы бірінші аспанда сақина тәрізді істеп тұр ғой, шөлдерде орналасқан. Сол сияқты бірінші аспан, екінші аспанның ішінде сондай сақина тәрізді істегенде тіпті көрінбейді дегенде. Яғни мынау міне уже екінші аспаны міне бірінші аспанда қоршап жатқан, міне екінші аспан. Екінші аспан сыртында әлі осылай үшінші аспан қоршап жатыр екен ше. Яғни кішкентай бола береді екен. Мысалы, космосқа шыққан кезде де жер планетасын алыстан қарасақ, кішкентай домалақ сияқты болып қалады ғой. Міне сол бірінші аспанда, мысалға, біз әлі космоста тек бірінші аспанда ғана меңгергенбіз, соған ғана шығып жүрік. Одан артық меңгере алмайық, даже оны соңына дейін меңгерген жоқпыз. Негізі жеті қат көк бар екен да. Біз сандарды солай да, мысалға, бірінші өткен сандарымыз, мысалы, қандай сандар? Натурал сандар еді. Яғни натурал сандар ол, міне осылай, оны да осылай көрсетті мен. Бүйтіп қойайын, міне натурал сандар. Так шамалы үлкейтіп қойайын. Не, натурал сандар n деп қойайын, латын әрпімен n. Оның астына жазып отырайын сосын. Натурал сандардың құрамына не кіреді дейтін болсақ, яғни ол нешеден басталады натурал сан? Натурал сан деген жалпы санақ кезінде қолданатын сандар ғой. Мысалы, санаған кезде бірден бастап санаймыз ғой. 1, 2, 1 қалам, 2 қалам, 3 қалам, 4 кітап, 5 кітап, 7 кітап деп. Яғни нөлден бастамаймыз, дұрыс па? Ол санақ кезінде қолданатын сандарды натурал сандар дейміз. Яғни 1, 2, 3 деп кете береді осылай. Енді бұның натурал сандарының, мысалға, мына бірдің осы натурал санды қоршап жататын тағы бір сандарымыз бар. Бұл міне бүгінгі тақырыбымыз бүтін сандар. Мынаның сыртын қоршап жатады, яғни толықтырады да натурал санды әрі қарай. Ол қандай сандар? Бүтін сандарды біз латынның z деген әріппен белгілейміз. Енді ол қандай сандар дейтін болсақ, минус бар сандарда. Мысалға, координаталық түзуде жасатын болсақ, міне 0, осын 1, 2, 3, 4 деп кете береді, дұрыс па? Енді мысалға термометрді елестетейік, тағы не бар бізде? Біздің единицамыз, мысалы, минусқа кетіп қалатын жағдайлар болады. Міне солар міне минус 1, минус 2, минус 3 деген мына сандар бар. Бұл жағдай шексіз кете береді да. Яғни мына жаққа қарай, мына бағытта кеткендердің бәрін минус шексіздік деп түсінеміз. Міне шексіздіктің белгісі мынау. Ал мына бағытта өсіре берсек, сандарды мұны плюс шексіздік деп түсінуіміз керек. Яғни дәл ортасында 0 деген сан міне.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деп сөйтіп миллион, 2 миллион, 3 миллион деп кете беретін болса, ал мынаяғы керісінше -1, -2, -3, -4, -5 деп кете береді былай қарай. -100, -миллион деп. Яғни міне бүтін сандар деп отырғанымыз тек қана минус бар сан деп айта алмаймыз. Бүтін сан болу үшін мына натурал сан болу керек құрамында. Және мына 0 сосын теріс сандар болу керек. Яғни мен тек мына жерін ғана жазып кетейін міне. Яғда көп нүкте қойып қояйын. Мен басын табу да мүмкін емес. Мұны шексіз кетіп жатыр, ол мен шексізге қарай. Сондықтан -2-ден бастап жазайын. Міне -2, -1, 0, 1, 2 сосын шексіз кете береді осылай. Былайша айтсақ, мына суретке қарасақ, міне бүтін сан болу үшін міне құрамында натурал сан болу керек ол. Міне 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 деген сандар. Және осының бүтін сандар үшін уже 0 бар, -1, -2, -3 деген сандар болу керек та міне. Түсінікті ғой, бүтін деп атын айтып тұр. Целый дейді орысша. Бөлшек болмау керек та. -7, -9, -40, -42 деген сияқты. Сондай сандар болу керек. -80 немесе +90, 100, 200 деген сияқты сондай сандар міне бүтін сандар болады. Сонымен тағы да қайталап айтам. Міне натурал сандар ол 1-ден бастап шексіз кете беретін болса, бүтін сандар деп отырғанымыз осы натурал санды айтамыз. Плюс еще жаңа 0 бар, сосын теріс сандар бар келді. Жақсы. Сосын осы біз теріс саннан бұрын 5-ші аста тағы осының бүтін сандарды қоршап жататын тағы бір сандарды өткен болатымыз. Ол бізде рационал сандар еді. Рационал сандар деп отқанымыз Q деп белгіленеді. Рационал сандар ол бізде бөлшек ретінде келген сандар. Мысалға, мына 0 мен 1-дің арасында қаншама бөлшек сандар бар? 0,5, 0,1. Өтсір ме? Мысалы, мына жерде 0,1 деген сан бар. Мысалы, 0,1 мен 0-дің арасында қаншама сандар бар? 0,110, 111 деген сияқты. Яғни екі бүтін санның арасындағы бөлшек сандардың барлығын біз рационал санға жатқызамыз. Яғни мына жерде енді мысал ретінде жазып кетейін. 0,1 немесе 5-тен 4, тағы не? 10-нан 3, мына 10-дық бөлшегіңіз бар, жай бөлшегіңіз бар, бұрыс бөлшегіңіз бар, мысалға 4-тен 9, бәрі осының ішінде. Түсінесіздер ғой, бөлшек түрінде келген, яғни осындай А бөлу Б түрінде, яғни міне А бөлу Б түрінде, мынандай бөлшек түрінде жазылған сандардың барлығын біз рационал санға жатқызамыз. Түсінікті деп ойлаймын. Сосын мынаны енді қосымша, енді мынаның сырты осылай кете береді. Бұның сыртын енді тағы да иррационал деген сандар бар. Енді ол 8-ші астың тақырыбы. 8-ші астың тақырыбына жатады. Оны алдағы уақытта өтеміз. Тағы да осы кестені есімізге түсіріп, натурал сандардың сыртын бүтін сан қоршап отыр. Бүтін сандардың сыртын жаңа не дедім? Рационал сандар қоршап отыр дедім. Кейде мынандай сұрақ болады. Мысалға, натурал санды мен рационал сан деп айта аламын ба? Айта аламын ғой, өйткені мына натурал сан осы рационал санның ішінде жатыр да, көрдіңіздер ме? Ал бірақ натурал санды мен рационал сан деп айтуға келмейді, дұрыс па? Мысалы, рационалдар сандардың ішінде мен мысалға 5 деген санды да алып жаза аламын. 5 деген мысалы натурал сан ғой. 5 дегенді бөлшек түріп жаза аламын ғой. 10 бөлу 2 десем, ол бөлшек болмай ма міне? 10 бөлу 2 деген ол да 5 мысалға. Солай сияқты минус 10 бөлінген 2 десем минус 5 мысалға. Бүтін санды да мен рационал сан түрінде жаза аламын. Натурал санды рационал сан түрінде жаза аламын. Ал бірақ рационал сан түрде жазылған санды мен натурал түрде жаза бере алмайды екенмін. Түсінікті ғой? Рационал сан болу үшін оның құрамында натурал сан болу керек, бүтін сан болу керек, және бөлшегі бар сандар болу керек. Сонда ол рационал сан болады. Иррационал санды енді алда уақытта өтеміз. Оның сыртын тағы да комплекс сандар деген болады. Сөйтіп кете беретін. Ол уже жоғары математика, яғни студент болғанда өтесіздер бұйыртсам. Енді әрі қарай жалғастырайық. Осы таңбалары әртүрлі және бірдей сандарды қосу.
Енді таңбалары әртүрлі, таңбалары бірдей сандармен амалдар орындаған кезде тек бізге екі ақ вариант түрінде келеді да. Мен қазір қосу туралы айтып жатырмын, көбейту туралы қазір кейінірек айтамын. Мысалға, әрбір санның таңбасы өзінің алдында тұрады. Мысалы 5-тің таңбасы мына жерде ол минус. Бұл яғни теріс сан. Мына 2 дегеніміз оң сан, ол плюс. Оң сан теріс сан дейді міне. Оң сан деп отқанымыз плюс болса, ол оң сан болады. Ал мынандай алдында минус болып тұрса, ол теріс сан деп сөйлейміз. Минус сан, плюс сан деп. Енді алдағы уақытта минус плюс деп сөйлейміз, жақсы ма? Қосу, азайту деп айтпауға тырысайық. Мысалға, міне 7-дің таңбасы алдында ештеңе жоқ, көрдіңіздер ме? Мына алдында негізі плюстер деген сөз. Яғни таңба плюс бар таңба болатын болса, ол жазылмайды да плюсы. Ал минус болса міндетті түрде жазылады. 9-ның алдында міне минус таңба, мынау ол 9-ға 7-нікі емес. Түсінікті қой? Әрбір таңба санның алдында тұрады. Мысалға 2-ның таңбасы қайсы дейсем, мына минус айтасыздар. Ал 4-дің таңбасы ол мына өзінің алдында тұр. Өзіне тиесілі таңба санның алдында тұрады да. Мысалға мына 4x-ның таңбасын сұрасам, міне минус деп айтасыз. 3a-ның таңбасын сұрасам, міне плюс деп айтасыз. 9a-ның таңбасын сұрасам, міне минус айтасыз. Түсінікті ғой? Енді осылар амалдар орындаған кезде мына таңбаларын қарап аласыз. Мысалы 2 санды біріктірейін деп жатсыз ба? Минус 5 плюс 2 бір-біріне ұқсайтын мүше ғой. Екеуін қосуға болады. Мен алда уақытта енді қосу деп сөйлеймін, бірақ кейде ол азайтылады, кейде ол қосылады. Енді тәсілдің аты солай да, қосу деп айту керек та енді. Екі сандарды әртүрлі бірдей таңбалары бар сандарды қосу. Мысалға міне екеуінің таңбасы егер екі түрлі болатын болса, міндетті түрде азайтасыз, үлкенінен кішісін азайтасыз. Әзірге таңбаға міне екі таңбаны қарап алдыңыз да, міне таңба екі түрлі екен, енді кішкене таңбаға қарамай тұра тұрасыз. 5-тен 2-ні аласыз, 3 болады ғой. Сосын мына екі саннан 5 пен 2-ның қайсы үлкен? 5 үлкен ғой. Сол 5-тің таңбасын минусты қоя қоямыз, минус 3 болады екен. Тағы да екіншісіне кеттік. 7 минус 9 дейді. 7-дің таңбасы плюс, 9-ның таңбасы минус. Таңбалар екі түрлі екен тағы да. Мұнда тағы да азайтамын. Үлкен сан 9, кішкентай сан 7 ғой. 9-дан 7 алсам 2. Қай сан үлкен менде? 9 үлкен. 9-ның таңбасы міне минусты қоямын. Түсінікті ғой? Ал егер екі таңба бірдей болса, 4-дің таңбасы минус, 2-дің таңбасы минус. Ондай кезде ойланбай қосасыңдар. Мысалы бастауышта ең бірінші жасқа келген кезде 1 қосу 1 мысалға. 1-дің таңбасы плюс, мына 1-дің таңбасы плюс. Қостық қой, дұрыс па? Жауабы 2 шықты мысалға. Бұл жақта да солай да, егер таңбалары бірдей болатын болса, онда қосып аласыз, 4 пен 2-ні қосасыз да, 6 болады ғой. Енді ойланбай, екеуі минус болса, минусын қоясыз. Міне мысалы 1-ге 1 қосқан кезде, екеуінде таңбасы плюс қой, дұрыс па? Плюс. Плюсті қойдым. Мына жерде минус 4-те минус 2-дің таңбасы бірдей, сосын минусты қоямын. Қай таңба кейсе, сол таңбаны қоясыз ғой. Мысалы минус 3 пен плюс 6. Таңбалар екі түрлі, азайтамын, үлкеннен кішісін, 6-тан 3 аламын, 3. Сосын қай сан үлкен менде? 6 ма 3 па? 6 үлкен, 6-ның таңбасы плюс екен, онда міне 3-дің алды плюс болады. Плюс деген сөз, енді ештеңе қоймайсыз, жеке тұрса, өзі солай қала береді. Уже 3 деп тұрғаны, уже плюс 3 деген мағынаны білдіреді. Ал минус болса, міндетті түрде жазып көрсетесіз, ал минус 3 деп. Кеттік келесі. Минус 8, минус 3. Тағы да екеуінде таңбалар бірдей. Қосамыз, ойланбайды. Мынау ереже көрдіңіздер ме? Таңбалар бірдей болса қосылады, таңбалар әртүрлі болса азайтылады. Бірақ тек таңбасын кейінне қойып жібересіз. Қай сан үлкен болса, соның таңбасын қойып жібересіз. Таңбалар әртүрлі болған кезде. Ана жер таңбалар бірдей болса, уже ойланбай, сол минус деген қойып, екеуін сразу қоса беруге болады. Минус 11 деп. Түсінікті ғой, 8-ге 3 қоссақ 11 ғой. Енді минус 11 деп қоямыз. Минус 9-а плюс 3-а. Екеуі әріпте өрнектер ұқсайды ғой. Онда екеуін қосуға болады. Енді 9-а мен 3-а. Таңбалар әртүрлі болғасын азайтамын міндетті түрде. 6а болады. Сосын қай сан үлкен менде? 9-а үлкен ғой. 9-аның алдында минус тұр. Яғни минус 6 болады деген сөз. Минус 6а. Минус 5x, минус 4x. Минус 5x, минус 4x. Таңбалар бірдей. Не істейді? Қосылады. 9x болады. Алдына минус қоямыз.
Енді плюс болған жағдай айтып отқан жоқпын, олар енді бастауыш шығарып қоя тұрып, мысалы 3x плюс 4x десе мұны ойланбай шығарамыз ғой, онда 7x деп айтамыз ғой. Екеуінде таңбасы плюс көріп отырсыздар ма? 3x-дің таңбасы плюс, 4x-дің таңбасы плюс, 7x деп жаздық бар, плюс 7x. Ал минус 5x минус 4x болса, минус 9x деп жазуымыз осылай. Енді осы видеоның астында осы әртүрлі және бір таңбалар әртүрлі және бірдей сандарға байланысты есептер болады. Соған практика жүзінде шығарып, осыны өздеріңізді калькулятормен болсын тексерулеріңізге болады. Назарларыңызға рахмет.